Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда хит болып жатқан Орео пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды, какаоымызды және де қамыр қопсықшымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызға қантымызды және де жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін құрғақ ингредиенттерімізді салып, бір келкі қамыр илейміз. Мінекей осындай шоколадный песочный қамыр дайын болады. Ендігі кезекте салмамызды дайындауға кірісеміз. Қаймағымыздың үстінен қантымызды, кукурузный крахмалымызды және де жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін массамыздың үстінен Орео печеньемізді бөлшектеп, бөліп салып шығамыз. Тестамызды формамызға жайғастырып, түбін вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Содан кейін салмамызды құйып, 180 градус қызған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымыздың бетін осылай Орео печеньесімен әрлесеңіз, өте әдемі көрінеді. Қолжетімді заттармен жасалады, әрі өте дәмді пирог. Сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.